домбыраны ән айтуды харам дейді. Өзі батнеттеп қойын. Ол мынандай. Ол мынандай нәрсе. Ұлттық нәрселер оған тыйым салынбайды. Шектен шығып кетпейінше. Шектен шыққан нәрсенің баршасына тыйым салынады. Мысалға, мына музыканы 3 топқа бөлген ғалымдарымыз. Негіз ғалымдар. Ол мына Саудияның ғалымдарын айтпағанда, Саудияның ғалымдары кейінгі мына енді 18 ғасырдан бері қарай шыққан, оның ішіндегі мына Ибн Фаузан, Альбани дегендер бар. Бұлар кешегі қайтыс болғандар 2000 жылдың ар жақ бер жағында. Бұлардың айтқаны дың еткен музыка шықса харам дейді болды. Бірден тыйып тастайды. Ол ненің үкімі болса да, оны мына хадиске сүйенеді. Кейінгі уақытта бір имамдар келеді, олар музыканы халал деп айтады, арақ ішуді халал деп айтады, жаңағы билеуді, әйелдермен билеуді халал деп айтады деген секілді бірнеше нәрселер айтылады. Соның ішінен олар тура сол музыка деген жерін кесіп алады, былай міне. Музыканы халал деп айтатын адамдар шығады деп. Ол емес. Ғалымдар 3 топқа бөліп тастаған бұны. Үлкен муштахид ғұламалар бөліп тастаған. Бұның бірінші топ ғұламалар, бұлар мына Испания бар ғой қазіргі, сол жерде кезінде Кордова халифаты болды. Сол Андалусияның Кордова халифатында өмір сүрген Захири мазхабы болған. Бұлар Дауд ибн Али деген атақты үлкен ғұлама кісінің жолын бастаған, Ибн Хазм аз-Захири шыққан, сол жердің ғұламалары музыка деген мубах деп айтқан. Әр адамның өз еркінде, харам деген оған байланысты дәлел жоқ деген, харам деп айтылған хадистің барлығы дені сау емес хадистер деген. Болады деген хадистің барлығы да сахих хадистер деп бекіткен. Ол көрсетпеген. Өзі хадисші кісілер. Екінші топтар бар, олар ма Саудияныкілер дың еткен музыка шықса харам деп айтқандар. Олар толығымен харам деушілер. Үшінші топ, бұлар орта жол ұстаушылар. Арам нәрселер адалы деп бөлгендері, рұқсат етілгендері. Бұлар не екен? Адамды қоздырып, шектен шығарып, селкілдетіп жіберетін музыкалар, олар харам деп айтқан, ал жаңағы баппен өз несінен аспайтын болса, деңгейінен аспайтын болса, оларға рұқсат берген, олар мына үлкен муштахид ғұламалар. Бұлар мысалға жаңа домбырамен, толғау айтылсын, терме айтылып жатсын, басқа болсын, барлық нәрсе оларға рұқсат берілетін. Ал бірақ мына дискотекада жын ұрған сияқтана билеген кез өзін өзі ұмытып кететіндер бар ғой жаңа, олардың бәрін харам деп айтқан, оған ешкім халал деп айтпаған ондай. Бірақ не екен, белгілі нәрселер бар, олар халал. Мысалға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің имам Бухаридің кітабында бар. Пайғамбарымыздың үйінде Абу Бакр келсе, пайғамбарымыз арт қарап төсекте жатыр екен, Айша анамыз тұр, ана жерде бір екі қыз жаңағы күңдер ана барабанды ұрып өлең айтып тұрады, жаңағы барабан ұрып жаңағы билеп жатыр. Соны көрген кезде Абу Бакр ашуланып кетеді. Мазамиру шайтаны фи байти расулилла. Пайғамбардың үйінде мына шайтанның дауысын шығарып жатсыңдар ма деп. Сонда Айша анамыз бірден ана екеуіне ишарат етеді, бүйтіп көзбен, екеуі шығып кетеді бірден. Сонда пайғамбарымыз айтты: "Ей Абу Бакр" дейді, "Тиіспей-ақ қой, бүгін мейрам ғой" деп айтқан. Даңғырлатып жатқанға рұқсат беріп отыр. Бір, бұл кәдімгі сахих хадисте имам Бухаридің кітабында Айдайын дейді. Жаңа мейрамдар бөлімінде келеді. Екінші көретін болсақ, тура сондай бір кісі қызын тұрмысқа берген. Тұрмысқа берген уақытында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ана дуф" деп айтқан, олар барабандары бар қолдарында ұратында. Сол барабандарымды ұрып білдірдіңдер ме дейді, той болып жатқан, үйленіп жатқан дейді. Жоқ деп айтқан. Неге ұрмадыңдар деп айтқан. Ана барабанды ұр, домбыраны тартын, екеуі бір емес бұл. Жоқ, барабан болады, домбыра болмай ма? Ондай емес. Ол ұлттық нәрсеге рұқсат берілген, оған талас жоқ ешқандай. Бірақ жаңа шектен шығып кетпеу керек енді. Шектен шығатын нәрселер бар, жаңа адамды қоздырып, ана жын ұрған сияқты, рок дей ма, шаштарын жалбыратып алып, тоғырған сияқты билейтіндер бар ғой. Олар харам, ондай нәрселерге ол шектен шығу көрініп тұр. Ал бірақ негізгі нәрселер бар, оған рұқсат етілген. Соның үшін кез келген нәрсенің шегінен аспау керек енді. Әл-Мәруа Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой.